көп адамның қолданып жүрген нәрсесі. Сондықтан бір рет алып үйрендіңіз, бір-ақ рет алып үйрендіңіз. Бұл дағдылап жасадыңыз ба, ол сізге күнделікті түсіп тұратын болады. Мен бүгінгі өзімнің портфелімде қарап отырып, өте керемет енді. Қарап отырмын, уже ол сума өсіп жатыр да, Құдайдың құтты күні. Сіз кезінде бір салған ақшаңыз ақыры өсе береді. Ал оны ай сайын салып жатсаңыз, ол одан сайын қуанышы молая береді да, ағайындар. Бұл қаржылық сауаттылық көзі өміріңізде бір-ақ рет оқитын нәрсе. Бұл дұрысында мектеп жасында сонау бірінші сынып аз шығар енді. 4-ші сынып хотя бы 4-ші класстан бастап оқып үйретсе, бізде бұндай кедейшілік болмас еді ағайындар Қазақстанда. Сондықтан бәріңізге бірдей айтарым, қаржылық сауаттылықты міндетті дағдыға өзіңізге кіргізіңіз. Бұл білім емес, бұл привычка. Орысша айтқанда. Бір рет алдыңыз, ар жағында үнемі қолданатын боласыз. Үнемі сіздің ақшаңыздың көбейген жағдайда істейсіз. Акциялар бәрібір өспейді ағайындар, сразу айтайын. 10 акция алсаңыз, мүмкін 2, мүмкін 3, бір күнде или бір аптада минус болуы мүмкін. Бірақ сіздің ар жағындағы 7 или 8 акция, 10 акцияның қалғаны бар ғой, сол плюсті болғандықтан сіздің балансы вообще плюс көрсетеді. Осы өстіп, ол жылдар бойы ар жағында оның табысын көріп отыратын боласыз. Сразу сату ойыңызда болмасын ағайындар. 5-10 жылға бұл кету керек. Өте жақсы ұйымдастырылған біздің Қазақстанда. Бұл басқа мемлекеттерде, жанымыздағы көрші мемлекеттерде ондай нәрсе жоқ ағайындар. Бізде бар. Құдайға шүкір деп қояйықшы. Қалаған ақшаңызды мысалы, ол ақырын көбейгені, оның ақырындап көтерілгені, табысыңыздың молайғаны сізді қуантатын болады. Өте жақсы.